армысың қазақ? Көңілде қаяу. Неліктен? Себебі қазақтың пейіліне сәйкес келмейтін дүниетаным барлығының есігі ашылып кетті. Әсіресе жемқорлықтың есігі, второе дыханиясы ашылып кетті. Алапат жылдамдықпен ашылып кетті. Тоқтату мүмкін болмай жатыр. Не жолы қазақ? Сен осыншама ғасырдың ішінде тек қана жемқорлықты ғана мақсат қылып тұтатын ұрпақ тудың. Айналасында тұрған 10 миллион адамнан ұялмайтын ұрпақты тудың. Жегісі келіп отырады. Тек қана жегеннен басқа түк еш нәрсені білмегісі келмейтін, білгісі келмейтін тудың. Бұрын айтып еді, көршіден ұят, ауылдан ұят, ағайыннан ұят, жұрттан ұят, елден ұят деп айтып еді. Қазір көршің не, елің не? Адамзат баласынан ұялмайтын дәрежеге жеттік. Осыдан тыйылмасаң, тек қана қазақ ұлты ғана емес, жемқорлыққа дәндігіп кеткеннің өзі де терең шұңқырдан бір ақша шығарады. Басқалар шығарады. Ақшасын тығып қойған жердегі банкирлер міндетті түрде шығарады. Көз жоқтың есі жоқ. Олар үшін тыға бер ақшаны шетелге алып бар. Алтынменен жасалынған оқ маңдайын тесіп өткенде бірақ білесің. Қазақтан аяма, қазақтан аяма. Барыңды қазаққа бер. Қазақ үшін ғана жұмыс жаса. Әлемде 7 миллиард халықтың ішінде сені өмірге келгенде күтіп алған сол болатын, өмірден озғанда да шығарып салатын сол болады. Егер оны жасамасаң, көрден де суырып алатын сол болады. Сау болыңдар, жемқорлар.